Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Анаргүл. Бүгін сіздермен өте дәмді восточный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Бір жасағаннан керемет шығады, сондықтан рецептіні міндетті түрде соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен пирогымыздың қамын жасап алатын боламыз. Біз міндетті түрде ұнымызды ұн илеуіштен өткізіп аламыз. Мен де ұн илеуіштен алдын ала өткізіп алдым. Осы ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды және де тұзымызды салып, және де бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап қолымызбен езіп, крошка жасап алатын боламыз. Яғни қолымызбен жақсылап үгілтіп аламыз. Мінекей достар, бізде осындай үгітілмелі қамыр шығады. Енді осы қамырымыздың ортасын ашып, суымызды құямыз, және де қаймағымызды саламыз, қантымызды саламыз, және де жұмыртқаның сарыуызын салып, барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мен ең алдымен осылай күрекшемен араластырдым, содан соң қолыммен жақсылап араластырып қамыр илеймін. Қамырды көп илеп отырудың қажеті жоқ, жай ғана ұнымыз бір-біріне біріксе жеткілікті. Дайын болған қамырымызды целлофанға немесе пищевой пленкаға орап 30 минутқа холодильникке салып қоятын боламыз. Сол арада арасына салатын салмасын дайындап аламыз. Арасына салатын салмасына мен мейіз, курага және де грек жаңғағын пайдаландым, және де қара өрік қоссаңыздар да болады. Мен грек жаңғағы мен кураганы кішкене бөлшектерге бөліп турап алдым, кішкене ұсақтап. Барлығын бір ыдысқа салып, үстінен 2-3 ас қасық бал қосамыз. Балдың орнына сгущенка пайдалансаңыздар да болады. Барлығын бір жақсылап араластырамыз. Біздің осымен салмамыз дайын. 30 минут өткеннен соң қамырымызды алып, бір бөлігін үлкен және де бір бөлігін кіші етіп, екі бөлікке бөлеміз. Үлкен бөлігін астыңғы бөлігіне жібереміз, ал кішісін үстіңгі қабатқа төсейтін боламыз. Қазір үлкен қамырымызды оқтаудың көмегімен жаямыз. Қатты жұқа қылып жаюдың қажеті жоқ, кішкене үлкейтіп, формаңыздың көлеміне қарай жайып аласыз. Менде формамның диаметрі 26 диаметр. Форманың ішін жақсылап мен сары маймен майлап алдым. Егер сіздерде пергамент қағазы болса, астына пергамент қағазын төсесеңіздер де болады. Қамырымызды осы форманың ішіне салып орналастырып, шет-жегін тегістеп бортиктар шығаратын боламыз. Және де бетін осылай қасықпен тегістеп шықсаңыздар болады, әдемі көріну үшін. Содан соң арасына салмасын саламыз, және де салманы бір тегіс етіп жайып, үстінен басын қырап қоямыз. Енді осы салманың үстінен бізге меренга керек болады. Енді меренгасын дайындайтын боламыз. Бізде меренга жасайтын ыдысымыз міндетті түрде ешқандай суы болмай тап-таза құп-құрғақ болуы керек. Осы ыдысымызға жұмыртқаның ағын салып, және де шым-шым тұзымызды салып миксерлеп бастаймыз. Және де миксерлегеннен соң қантымызды аз-аздан бөліп қосып, жақсылап миксерлейміз. Қантты салып болғаннан кейін шамамен 5-6 минут тағы да миксерлейсіздер. Бізде меренга осындай өзінің формасын жақсы ұстайтын, плотный болып шығуы керек. Егер сіздердің меренгаларыңыз сұйық болса, ағып кетуі мүмкін. Сондықтан да плотный меренга жасап алыңыздар. Меренгамызды осы пирогымыздың үстіне салып, жақсылап жайып шығамыз. Содан соң екінші жаңағы кіші қамырымызды алып, жайып, жақсылап жайып алғаннан соң осы меренганың үстіне орналастырып шығамыз. Және де орналастырғаннан соң қамырымызды, яғни екі қамырымызды бір-біріне біріктіріп, кішкене жабыстырып қойыңыздар, піскен кезде қатты ашылып кетпеуі үшін. Қамырымызды жақсылап орналастырып болғаннан соң бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағамыз, және де бетіне әсемдік ретінде күнжіт sepсеңіздер де болады. Міндетті түрде пештеріңізді алдын ала қыздырып қойыңыздар. 180 градусқа қызып тұрған 180 градус пеште 25-30 минут шамасында пісіріп аламыз.
Менен соң біздің пирогымыз осылай көтеріліп пісетін болады, бірақ бұл суығаннан кейін басылады. Суығаннан соң толықтай суытып барып формадан шешеміз. Формадан шешпес бұрын міндетті түрде шет-шетін осылай пышақпен босатып алыңыздар. Осымен біздің өте дәмді бір жасағаннан шығатын керемет восточный пирогымыз дайын. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге және отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Назар қойып рецептіні соңына дейін тыңдағандарыңызға, қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Анаргүл. Менің каналыма тіркеліп, қазақша контентті қолдап, лайк басып, комментарий жазып қойды ұмытпаңыздар. Әлі де алда менен өте керемет дәмді рецептерді күтіңіздер. Қош сау болыңыздар. Келесі кездескенше.